Мемлекет басшысының халыққа арнаған биылғы жолдауы мен билік тармақтар арасындағы өкілеттілікті қайта бөлу мәселесі жөніндегі үндеуі Мәскеу қаласында талқыланды. Қазақстанның Ресейдегі елшілігінің қолдауымен көрші елде білім алып жатқан қазақ жастары арнайы жиын өткізді. Басқосуда студенттер мен магистранттар жолдаудың және үндеудің негізгі бағыттары жайлы пікір алмасып, өз ойларын ортаға салды. Басқосуға жиналғандар арнайы баяндама жасап, әрбір маңызды мәселені жеке-жеке саралады. Жастардың айтуынша, қос құжаттың да түпкі мәнісі елдегі әлеуметтік, экономикалық және саяси тұрақтылықты сақтап, әрі қарайда қарқынды дамуды қамтамасыз ету. Яғни үшінші жаңғырудағы ол бірінші басымдық, яғни экономиканы жеделдетілген технологиямен жаңғырту. Яғни еліміздегі көптеген салаларда IT стартаптар жүргізіп, жоғарғы технологияларды дамыта отырып, елдегі 3D принтинг, мобильді интернеттер және де көптеген салаларда осылай технологияны дамытсақ, біз экономикамыз ілгерілей түседі деп ойлаймын. Билік тармақтар арасындағы өкілеттікті бөлу мәселесі бүгінгі таңда өзекті. Егер алдағы уақытта жағы көптеген тармақ үкіметке беріліп, үкіметтің бұл жерде менің ойымша парламент алдындағы жауапкершілігі арта түседі. Бұл өзгеріс парламенттің статусын, депутаттардың мәртебесін қоғамда арттырады.